Құдайдың бар екенін немесе жоқ екенін дәлелдеу мүмкін емес деген пікір бұрыннан қалыптасқан сірә. Және бұл пікір адамдар арасында кеңінен таралғанды. Расымен де Құдайдың жоқ екенін дәлелдеу мүмкін емес. Өйткені ешкім ешқашан бұны дәлелдей алмаған. Қараңыз, жер қыртысының 6-дан 1 бөлігінде 70 жыл ашық атеистік режим үстемдік еткен еді. Атеизм мемлекеттік идеологияға айналған еді. Бұл режим үлкен материалдық және ғылыми ресурстарға ие болған. Осындай ресурстарға ие болған бұл режим көп нәрсе істей алды. Тіпті барлығын істеді десек те болады. Ол дүниежүзілік соғыста жеңіске жетті. Термоядролық бомба жасады. Адамды ғарышқа ұшырды, тағысын тағы. Бірақ бұл режим Құдайдың жоқ екенін еш дәлелдей алмады. Дәлелдегісі келмеді деп ойлайсыздар ма? Дәлелдегісі келгенде қандай? Бірақ өзінің барлық ресурстарына қарамастан дәлелдей алмады. Тіпті оның да бұған күйі жетпеді. Өйткені оны дәлелдеу мүмкін емес. Атеистер, яғни Құдайға сенбейтіндер, Құдайдың жоқ екенін дәлелдей алмайды. Сондықтан олардың бұл мәлімдемесі дәлелге негізделмеген. Ал дәлелге негізделмеген мәлімдеме сенім деп аталса керекті. Демек, атеистер де Құдайға иман келтіргендер сияқты сенушілерге жатады. Тек олар бір-біріне қарама-қарсы сенімдерге сенеді. Алайда одан бұның мәні өзгермейді. Екеуінікі де сенімнің түрлеріне жатады. Бірақ атеистер бұл жайтты аса көрсеткісі келмейді. Бұның орнына олар иман келтіргендерді түртпектеп, олардан дәлел келтіруді талап етуді жөн көреді. Олар айтады: "Аха, дәлелдей алмайсыңдар ма? Көрсете алмайсыңдар ма? Демек Құдай жоқ. Демек біздікі дұрыс" деп. Осыдан 7 ғасыр бұрын итальяндық ғалым, философ, теолог Томас Акуина деген кісі Құдайдың бар екендігінің мызғымас дәлелдерін келтіріпті. Осы видеода оның сол дәлелдерін егжей-тегжейлі қарастырғанды жөн көреміз. Алдымен тікелей дәлелдерге көшпес бұрын сол дәлелдемелердің нысаны болған, яғни Құдайдың кім екендігін анықтап алайық. Құдайдың ең қарапайым және дәл айтылған анықтамасы: Құдай материя емес, яғни физикалық зат емес. Материяның қасиет сипаттары Құдайға жүрмейді. Сәйкесінше Құдайдың қасиеттері материяның қасиеттеріне қарама-қарсы қасиеттер болса керек. Материяның қасиеттері бізге жақсы таныс болғандықтан, оларға қарсы сипаттарды тізбектей отырып, Құдайдың илляхи сипаттарын сәл болса да анықтай аламыз. Мысалы, материяның салыстырмалылық қасиеті бар. Эйнштейннің салыстырмалылық теориясы естеріңізде болар. Сәйкесінше Құдай тағала бұған қарама-қарсы қасиетке ие. Ол абсолютті. Материя көп, Құдай жалғыз. Материя уақытша, және ол кеңістікпен шектелген. Естеріңізге түсіріңіздер. Материя уақытпен және кеңістікпен сипатталады. Ал Құдай уақытпен де, кеңістікпен де шектелмеген. Ол мәңгілік, оның шегі жоқ. Материяның бар болуы кейбір сыртқы жағдайларға, себептерге тәуелді. Мысалы, үлкен жарылысқа тәуелді болды. Онсыз материалдық ғалам пайда болмас еді. Ал Құдай еш нәрсеге тәуелді емес. Материя үнемі өзгеріске ұшырап тұрады. Ал Құдай өзгермейді. Материя қозғалады. Естеріңізге түсіріңіздер. Қозғалыс материяның ажырамас қасиеті. Ал Құдай қозғалмайды, бірақ ол барлық қозғалыстардың себебі болып табылады. Құдайдың қасиеттерін тағы сол сияқты әрі қарай тізбелей беруге болады. Бір сөзбен айтқанда, Құдай туылмаған, жаратылмаған, еш нәрсеге тәуелді болмаған болмыс. Сонымен қатар ол барлығын жаратып, бәріне жан бітірген, барлығының тіршілігін анықтап бергенді. Міне осы ең әуелгі болмыстың кім ерекше болмыстың, яғни материалдық тіршілік иелерімен салыстырғанда кім ерекше болмыстың бар болуын дәлелдеу қажет. Енді осы дәлелдерді келтірген Акуиналық Томас жайында бір ауыз сөз айта кетейік. Ол 13 ғасырдың өте білімді, беделі зор философы болған. Замандастары оны доктор Ангеликус, періште доктор, доктор универсалис, әмбебап доктор, принцесс философорум, философтардың ханзадасы деп атаған. Томас өте көрнекті ғалым, жазушы болған. Оның қаламынан әртүрлі тақырыптарға арналған көптеген еңбектер шыққан. Бірақ оның ең танымал әрі іргелі екі еңбегі теология сомасы және философия сомасы деп аталады. Томас Акуина өзіне үлкен міндет Құдайдың бар екендігінің объективті дәлелдерін табуды артқан. Құдай бар, өйткені шіркеу солай үйретеді деген әдеттегі тәсілден Томас бас тартты. Жоқ, біз басқа жолмен жүреміз деді Томас. Біз бұндай мәселеде адамдардың пікірлеріне емес,
жеке тәжірибемен тексеруге болатын объективті фактілерге, логикаға сүйенуіміз керек деді. Айта кету керек, Томас өте білімді адам болған. Ол барлық ғылымдардың атасы, Аристотельдің үлкен жанкүйері, ізбасары болған. Сонымен ол гармонияны алгебрамен тексермек болды. Яғни Құдайдың бар екендігін Аристотельдің ғылыми әдістемесіне жүгініп тексермек болды. Назар аударыңыздар. Философ Томас Аквино шіркеудің тәлімдеріне еш жүгінбестен тек ақыл-ойдың, логиканың негізінде Құдайдың бар екеніне бірнеше дәлелдер шығарып берді. Дәлірек айтқанда, Томас Аквиноның шығарған дәлелдерінің саны 5. Томас өзінің ғылыми еңбектерін платондық диалогтарды еске түсіретін түрде жазған, яғни сұрақ-жауап түрінде. Ол сұрақтарды қарсыластарының тарапынан айтылғандай қойып, барлық ықтимал көзқарастарды, барлық мүмкін болар қарсылықтарды ескеруге тырысқан. Сонымен өзінің теология соммасы трактатының 1 бөлімінде Томас өзіне Құдай бар ма деген сұрақты қояды. Міне осы сұраққа жауап беру үшін оны барлық мүмкін болар көзқарастардан қарастыра отырып, Құдайдың бар екендігіне Аквинолық Томас өзінің әйгілі 5 дәлелін келтірген. Қазір сол дәлелдерді мүмкіндігінше жеңіл түрде түсіндіріп беруге тырысамыз. Ал сол дәлелдердің сіз үшін қаншалықты сенімді екенін өздеріңіз шешіңіздер. Сонымен бірінші дәлел қозғалыс арқылы дәлелдеу. Назарларыңызды мынаған тағы аударам. Томас өзінің дәлелдеріне тірек етіп, киелі кітаптарды, шіркеу ілімін, немесе діни авторитеттердің пікірлерін емес, тек физиканы, логиканы, ақыл-ойдың дәлелдері мен адами тәжірибені тірек етіп алған. Соны түсінген маңызды. Сонымен айналамыздағы барлық нәрселер, бүкіл әлем, бүкіл ғалам үздіксіз қозғалыста екенін көреміз. Бұл қозғалыстар қайдан пайда болған? Оның бастауы не? Бұның 2 жауабы болуы мүмкін. Бірінші жауап, оның ешқандай бастауы жоқ. Ал қозғалыс ол заттың, материяның өзіндік қасиеті. Яғни материя сондай нәрсе, ол әрдайым қозғалыс күйінде болады. Басқаша күйде бола алмайды. Мысалы, ұшақтың ұшатын қасиеті бар, судың сұйық болу қасиеті бар. Ал материяның әрдайым қозғалыста болу қасиеті бар. Ол үшін ешқандай бастаудың қажеті жоқ. Адам сенетінде естіледі, иә? Қалжың. Бірақ ойланып көрсекші, дейді Томас. Егер материяның туа біткен қозғалу қасиеті болса, онда мәңгілік қозғалқыштың, яғни перпетум мобильдің болуы шарт емес пе? Бірақ ғылым нақты түрде айтады. Бірінші тектіде, екінші тектіде мәңгілік қозғалтқыш мүлдем жоқ деп. 1775 жылы Париж ғылым академиясы мәңгілік қозғалтқыш туралы барлық әңгімелерді ғылыми емес деп танып, мәңгілік қозғалтқыштардың жобаларын қарастыруды біржолата қойған. Сондықтан материалдық денелер өздерінің ішкі қасиеттеріне байланысты өздігінен қозғала алады деген болжам ғылымға жат болжам. Сонда қозғалыстың бар болуын қалай түсіндіруге болады? Бұл процесті, оның механизмін тыңғылықты қарастырсақ, физикалық дене өздігінен қозғалмайтынын көреміз. Мысалы, бильярд шары өздігінен қозғалмайды, оны басқа шар қозғалысқа келтіреді. Ал ол өз кезегінде бильярд таяқшасынан соққы алған шардың соққысынан қозғалысқа түскен. Бильярд таяқшасы да өздігінен соқпайды, оны іске жарататын адамның қолы. Сонымен адамның жұмсаған импульсінен бильярд үстеліндегі барлық шарлар қозғалысқа келген. Адам бұл жерде бірінші қозғалқыш ретінде қарастырылады. Бұл мысалды кез келген қозғалысқа қатысты қарастыруға болады. Егер қандайды бір қозғалыс болса, тіпті бір-біріне қозғалысты беру тізбегі ұзағынан ұзын болса да, сол қозғалыстың бастауы болған ең бірінші қозғалтқышы да бар. Егер біз осындай кез келген тізбекті басынан бастап қадағалайтын болсақ, онда міндетті түрде бірінші қозғалтқышқа ұрынамыз. Сонымен егер қозғалыс бар болса, ал ол шүбәсіз бар, онда бірінші қозғалтқыш та болуы керек, дейді Томас. Әрине, ғалам тым үлкен, және кейде оны бақылау өте қиын. Сондықтан қозғалыс неден басталғанын көре алмауымыз мүмкін. Бұл жағдайда Томас мынаны ұсынады. Сол тізбекті аяқтау үшін миымызды қосайық. Оны табиғи түрде аяқтай алмасақ та, ойша аяқтай аламыз дейді. Мысалы, сіз домино сүйектерінің бір-біріне құлап жатқанын көріп тұрсыз, бірақ оның неден басталғанын көрмедіңіз. Онда бұл қозғалыстың ең бірінші сүйекті итерген саусақтан басталғанына ойша жете аласыз ғой. Сіз оны көрмедіңіз, бірақ ойша түсіне аласыз.
Міне, мына итеріс бұл жерде бірінші қозғалтқыш болып табылады. Яғни көзді осынша арбайтын қозғалыстардың бастауы сол. Бұнымен сіз келісесіз деп ойлаймын. Тағы бір жайтты түсіндіре кету қажет. Бірінші қозғалтқыштың осы қозғалыстың барлық басқа элементтерінен ерекшеленетініне Томас назар аудартады. Ол несімен ерекшеленеді? Бұл қарапайым нәрсе. Ол қозғалыс импульсын екінші объектіге береді, екінші объект үшіншіге береді, сөйтіп солай жалғаса береді. Бірақ ол өзі сол қозғалысты ешкімнен алмайды. Бұл түсінікті ме? Егер ол қозғалысты басқа біреуден алатын болса, онда ол бірінші емес, екінші болар еді. Бірақ сонда да бәрібір біреу бірінші болуы керекті. Сондықтан бірінші қозғалтқыш барлық қозғалатын материалдық денелерден ерекшеленетін объект. Ол өзі ешқайдан ешкімнен әсер алмайды, бірақ барлық басқа материалдық денелерді бүкіл ғаламды қозғалысқа келтіреді. Енді ол Құдай емей немене? Яғни ол адамдар Құдай деп таныған болмыс. Бұл Томас Акуиноның бірінші дәлелі, немесе эксмото, яғни қозғалыстан шығатын дәлел. Көріп отырғандарыңыздай, дәлелдері ақылға қонымды, физикалық бақылау мен тексеруге боларлықтай анық. Екінші дәлелге көшейік. Оны Томас себепті тудыратын дәлел деп атаған. Философия мен логиканың әмбебап заңдарының бірі себеп пен салдар заңы. Кез келген әрекет, кез келген оқиға, ғаламдағы кез келген құбылыс өздігінен орын алмайды, кездейсоқ пайда болмайды. Оның өз себебі бар. Сосын ол басқа құбылыстардың себебіне, ал олар оның салдарына айналады. Бұның қалай жұмыс істейтінін көз алдымызға елестету үшін орыстың қарапайым матрешка қуыршағын алайық. Қараңыз, бірінші қуыршақты ашсақ, одан екіншісін, оның қызын аламыз. Мұнда бірінші матрешка себеп, ал екіншісі оның салдары. Өйткені ол оның ішінен шықты. Содан кейін екіншісін ашып, одан үшіншісін аламыз. Енді екінші қуыршақ себепке айналса, үшінші қуыршақ оның салдарына айналды. Сонымен бұл процесс осылайша бірнеше рет жалғаса беруі мүмкін. Яғни әрбір келесі себептің пайда болуы оның алдындағы себепке тікелей байланысты. Бұл өте дәл және бақылауға ыңғайлы себеп пен салдар заңының моделі. Сонымен Томас айтады, егер аяғынан басына дейін себептер мен салдардың тізбегін бақылайтын болсақ, онда біз міндетті түрде бірінші себепке жетеміз дейді. Біздің модельде ол ең үлкен матрешка. Оның ішіне потенциал ретінде қалған барлық қуыршақтар салынған. Оның үстіне бұл бірінші себеп кейінгілерінен ерекшеленеді. Өйткені оның алдында оны тудырған ешқандай себеп жоқ. Шартты түрде айтқанда, іштен шыққан барлық матрешкалардың шешелері бар. Ал бірінші матрешканың шешесі қайда? Бірінші себептің себебі қайда? Ол жоқ. Демек ол басқаларға себеп бола тұрып, өзіне ешқандай себепті қажет етпейтін себептің түрі. Бұны тек бір жолмен түсіндіруге болады. Атап айтқанда, бірінші себептің табиғаты басқаларына қарағанда материалды емес. Міне осы бірінші себепті адамдар Құдай деп таниды. Әрине Томастың кезінде де атеистерді мұндай тұжырым ешқалай қанағаттандырмады. Сондықтан олар өздері үшін бірінші себепті жоққа шығару тиімдірек деп шешті. Ешқандай бірінші себеп болған емес деп оны жасырмақ болды. Ал оны қалай жасырмақ? Олар негізінде себептер мен салдардың тізбегі шексіздікке кете береді дейді. Демек, ешқандай бірінші себеп жоқ және болған емесміз. Бірақ шындығына келгенде, бұл бірінші себеп оңай жасырылатын нәрсе емес. Оны қайда жасырғысы келсе де, ол барлық жерден мен мұндалап көрініп тұр. Томас айтады, егер сіздер айтқандай бірінші себеп жоқ болса, онда біріншісінің салдары болған ортаңғы себеп қайдан пайда болды? Егер бірінші себеп болмаса, онда ортаңғысы да жоқ. Ортаңғысы болмаса, соңғысы да жоқ. Яғни ештеңе жоқ. Енді көздеріңізді ашып айналаңызға қараңыздар. Айналаңызда ештеңе жоқ па? Себеп пен салдар да ештеңе жоқ па? Әрине бәрі бар. Ғаламда көптеген нәрселер бар. Тіпті біздің ойымызға кіріп шықпаған нәрселер толып жатыр. Бәрі бар. Онда соңғысы мен ортаңғысы бар болса, және ортаңғы себептердің саны қаншалықты көп болса да, бірінші себепте бар болғанда, ол Құдай, материалды емес, рухани болмыс. Міне Құдайдың болмысына қатысты Томас Акуиноның тапқан екінші дәлелі осы, яғни себепті тудыратын дәлел. Үшінші дәлел қажеттіліктен туған дәлел. Енді қарсы бағытпен жүріп көрейік. Яғни атеистер мен материалистердің материядан басқа ештеңе жоқ, материалдық емес рухани ештеңе жоқ, яғни Құдай жоқ дегендеріне сеніп көрейік. Онда бүкіл ғалам жаратылмай тұрған кездегі бастапқы еш нәрсе болмаған бос қуыстан бір нәрсе қалай пайда болды? Ештеңеден ештеңе пайда болмайтынын түсінесіз ғой. Онда мүмкін сіз айтарсыз, егер олай болса, онда ештеңе пайда болмады деп.
Бірақ айналаңызға қараңыз. Айналамызда тіпті бір нәрсе ғана емес, көптеген нәрселер мен тіршілік иелеріне толы керемет те әдемі ғалам бар. Айналамыздағы кеңістіктегі әрбір шаршы дюйм көптеген заттарға, энергияға, әртүрлі өрістерге, жарыққа, дыбыстарға, иістерге толы. Бұл материалистердің жорамалы дұрыс еместігін білдіреді. Бұл дегеніміз осы жарық дүние тек материямен ғана шектелмейтінін білдіреді. Бұнда мүлдем басқа материалдық емес болмыс та бар. Және сол болмыс ғалам жаратылғанға дейін бар болған. Басқаша айтқанда, осы ғаламның пайда болуына қажеттілікті тудырған материалдық емес рухани болмыс, яғни Құдай. Бұл Томастың үшінші дәлелі, қажеттіліктен туған дәлел. Төртінші дәлел тіршіліктің сатылы дәрежесінен туған дәлел. Төртінші дәлелінде Томас келесі бір айқын, бақылауға болатын құбылысқа, яғни ғаламдағы барлық объектілердің әртүрлі кемелдік деңгейлеріне назар аудартады. Бұл біз үшін құпия емес. Біз оны мектепте, жоғары оқу орындарында өткенбіз. Мысалы, эволюциялық ағашты есіңізге түсіріңіз. Ол бұтақтарында амебалар, құрттар, құстар, тышқандар, иттер, маймылдар секілді әртүрлі тіршілік иелері орналасқан қарапайым ағаш түрінде суреттеледі. Сол ағаштың ең жоғарғы жерінің бірінде адамға да орын табылған. Ағашта тіршілік иесі неғұрлым жоғары орналасса, соғұрлым ол кемелдірек екенін байқау оңай. Ал ағаштың төменгі жерлерінде ең қарапайым тіршілік иелері, яғни кемелдігі азырақ ағзалар орналасқан. Әдетте эволюция ағашы тек тірі ағзалармен, яғни жануарлармен, өсімдіктермен шектеледі. Бірақ олардан бөлек минералдар әлемі, жансыз табиғат әлемі де бар емес пе? Оларға тау тастарды, сұйық заттарды, газдарды, плазманы жатқызуға болады. Олар да осы ғаламның бір бөлшегі емес пе? Тек бұл заттардың кемелдігі эволюциялық ағаштың бұтақтарына орналасқандарға қарағанда әлде қайда азырақ болғанды. Ал олардан да төмен атомдар, жасушалар әлемі де бар. Демек біздің алдымызда әртүрлі деңгейлерде орналасқан тіршілік иелері мен объектілердің дәрежелер сатысы немесе иерархиясы түзілгенде. Олардың бірінің кемелдігі азырақ, бірінің кемелдігі көбірек. Бірақ біз тіршілік иелерінің бірінің кемелдігі азырақ, бірінің кемелдігі көбірек деп ажырататынымыз бұл барлығын бір нысанмен салыстыруға болатын эталонның бар екендігін білдіреді. Яғни кемелдіктің ең жоғарғы дәрежесі абсолютті кемелдік. Егер иерархия бар болса, онда сол иерархияның шыны да болуы керек. Әр қарата бәрі түсінікті. Материалдық әлемде абсолютті кемелдіктің болуы мүмкін емес. Себебі материяның қасиеті салыстырмалы. Оның қасиеті кемелдік емес. Материалдық объектілердің кемелдігі азырақ немесе көбірек болуы мүмкін. Бірақ олар абсолютті кемел бола алмайды. Сондықтан абсолютті кемелдікті материядан тысқары, яғни материя еместен іздеу керек. Ал материя емес, сонымен бірге абсолютті кемел объект ол Құдай тағала. Басқаша айтқанда, егер кемелдіктің әртүрлі деңгейлері бар болса, онда кемелдіктің ең жоғарғы деңгейі де бар. Яғни ең кемел болмыс ол Алла тағала. Сонымен бесінші дәлел мақсатты себеп арқылы дәлелдеу. Осыны Томас өзі өмір сүрген 13-ші ғасырда байқаған. Сонысымен ол 20-шы ғасырдың сонында ашылған тағы бір ғылыми жаңалықтың алдын ораған десе де болады. Томас Акуина айтады: танымдық қабілеті жоқ табиғи денелер, яғни физикалық объектілер, атомдар, тастар, табиғаттың дүлей күші және сол секілді тағы басқалары қандай да бір мақсатты, олардың кемелдік деңгейінен әлде қайда жоғары мақсатты көздегендей әрекет ететінін көреміз дейді. Олар сол мақсатты білетіндей, солай әдейі істеп жататын сияқты көрінуі мүмкін. Дегенмен олардың танымдық қабілеттері жоқ болғандықтан, олар солай әдейі әрекет ете алмайды және өз әрекеттерінің нәтижесін болжай алмайды. Бұл жағдайда жалғыз түсіндірме. Олар өздігінен және кездейсоқ әрекет етпейді. Керісінше оларды ойлана алатын ақылды біреу басқарады. Сонымен барлық табиғи денелерді белгілі бір мақсатқа бағыттап тұрған біреу бар. Міне, ойлана алатын осы бастапқы болмысты адамдар Құдай деп атайды. Назарларыңызды мынаған аударғым келеді. Табиғатта болып жатқан барлық нәрселер, барлық құбылыстар мен процестер алдын ала белгіленген бір мақсатқа бағытталған сияқты әрекет ететіні Томасқа ғана емес, сонымен қатар қазіргі ғалымдарға да әсер қалдырған. Тіпті тұрақты физикалық константаларда осы әлемнің өмір сүруін және оның эволюция жолымен дамуын қамтамасыз ететін, яғни тіршіліктің қарапайым түрінен күрделі түріне дамуына, солардың ішінде саналы жан иесі, сіз бен біздің пайда болып өмір сүруімізге қолайлы жағдай тудырған мәндерге ие. Неліктен бұлай? Ғалам пішінсіз газ бен шаң тұмандық күйінен, алғашқы хаос күйінен реттелген ғарышқа, соның ішінде материяның ең жоғарғы формасы, ақыл иесі адамның пайда болуына саналы түрде келген секілді. Бұл Құдайдың араласуымен болғандығын мойындауға қазіргі материалист ғалымдар біраз қысылатын сияқты. Бірақ олар бұл жайтты жоққа да шығара алмайды. Оған басқаша түсініктеме де бере алмайды.
Сондықтан олар оны антроптық принцип деп атады. Ол ғаламның даму жолының, адамның, антропостың пайда болуына бағытталу принципі. Міне Томас Аквино өзінің 5-ші дәлелін ойлап шығарған кезде осы антроптық принципті меңзеген. Әрине ол бұл терминді білмеген. Антроптық принципті алғаш рет 1958 жылы кеңестік физик, астроном Григорий Идлис ойлап шығарған. Сонымен Аквинолық Томастың дәлелдерін тағы бір рет қысқаша шолып өтейік. Бірінші дәлел: егер қозғалыстар бар болса, онда бірінші қозғалтқыш та бар. Екіншісі: егер әр нәрсенің себебі болса, онда бүкіл ғаламның, бүкіл физикалық әлемнің себебі де бар. Үшіншісі: егер барлық нәрселер өздігінен жай ғана пайда болмаса, олардың пайда болуы қажеттіліктен болса, онда барлық нәрселердің пайда болуының алдындағы қажеттіліктің бар екенін мойындау керек. Ал ол өз кезегінде ешқандай басқа қажеттілікке тәуелді емес. Төртінші дәлелі: егер кемелдік деңгейлерінің иерархиясы болса, онда осы иерархияның шыны да бар. Ол ең кемел болмыс. Бесінші дәлелі: әлемнің бір-бірімен үйлесімділігі, реттілігі, оның барлық бөліктерінің бір-біріне сәйкестігі және оның құрылымы есеппен жасалғандығы ойлана алатын болмысының бар екендігін көрсетеді. Ол әлем ғимаратын алдын ала ойластырған жоспарға сай тұрғызып жатқандығын байқаймыз. Міне, дәлеліңіз қандай деген сұраққа Томас Аквиноның берген жауабы осындай болған. Осы дәлелдер сіздер үшін қаншалықты сенімді екенін өздеріңіз шешіңіздер.